Сіздің бауырыңыз ауырмайды, сондықтан сіз менің бауырым сау, бәрі жақсы деп ойлайсыз. Ал шын мәнінде дәл қазір миллиондаған адамда бауыр майға толып, үнсіз бұзылып жатыр. Ең қауіптісі, оны адам кеш білетті, дерт асқынып кетеді. Майлы бауырдың асқынулары көп. Мысалы, стеатогепатит, бауыр тінінің қатайып тыртықтануы, фиброз, цирроз, бауыр обыры, инсулинге төзімділік, екінші типті қант диабеті, жүрек қан тамыр ауруларының қаупі жоғарылайды. Ерте анықтап, өмір салтын өзгертсе, осы асқынулардың алдын алуға болады. Жалпыға сәлем, мен Бекзат дәрігермін және бұл видеода майлы бауыр, яғни жировой гепатоз деген неге пайда болады және неге оны елемеуге болмайтынын ашып айтамын. Жалғастырмас бұрын менің сіздерге бір өтінішім бар. Менің арнамдағы видеоларды сіздерге пайдалы болатынына мен сенімдім. Менің видеоларымды YouTube алгоритмдері ары қарай басқа адамдарға да ұсынып көрсету үшін видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркеліп кетсеңіздер екен. Сонда ғана YouTube бұл видеоны өздеріңіз сияқты пайдалы ақпарат іздеген адамдарға көрсетуге ұсынатын болады. Нәтижесінде сіз бен біз қаншама адамға көмегіміз тиеді. Бұл өзіміздің ана тіліміздегі қазақша бірегей контент. Осылайша мені қолдап кетсеңіздер екен. Сіздер үшін бұл 1 минуттық шаруа, ал мен үшін өте маңызды қолдау болар еді. Сіздерге рахмет. Майлы бауыр немесе жировой гепатоз дегеніміз, ол бауыр жасушаларының ішінде майдың шамадан жиналуы. Қалыпты жағдайда бауырда да май болады негізі, бірақ егер май мөлшері 5%-дан асып кетсе, бауыр өз жұмысын дұрыс атқара алмай ауырып бастайды. Біздің бауыр ағзамыздағы ең маңызды фильтр. Ол қанды тазартады, уыттарды залалсыздандырады, гормондардың алмасуына қатысады. Оған қосымша ас қорытуға да көмектеседі. Май жиналған кезде осы функциялардың бәрі біртіндеп бұзылады да біз ауырсынуды сезіп бастаймыз. Осы жерде сізде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Егер бауыр ауру болса, неге ол ауырмайды деген. Себебі біздің бауырдың өзінде ауырсынуды білдіретін ауырсыну рецепторлары жоқ. Сол себепті біз ауырсынуды кеш білеміз. Ауырсыну тек капсула созылғанда ғана пайда болады. Мұндағы капсула дегенім бұл бауырды сыртынан қоршап тұратын жұқа берік дәнекер тінді қабық. Ол ішпердемен бітісіп, бауырдың ішіне қарай еніп, оны тірек қаңқасын түзеді және бауырды қорғап тұрады. Сонымен қатар бауыр ұлғайып капсула созылған кезде ауырсыну сезімін туындатады. Сондықтан да адам дерті асқынғанша өзін сау сезінеді, жұмыс істей береді, ауруды жоққа шығарады. Ал сол кезде сіздің бауырыңыз іштей бұзылып жатқан болуы мүмкін. Майлы бауыр тек алкоголь ішетін адамдарда болады деген қате пікір бар. Бұл дерттің себептері көп. Мысалы, артық салмақ, тәтті тағамды көп жеу, ақ нан, ұн өнімдерін көп қолдану, газды, тәтті сусындарға үйір болу, қимыл қозғалыстың аздығы және де қант диабеті ауруы. Біле білсеңіз, бүгінде алкоголь ішпейтін адамдардың майлы бауыр үлесі 70%-ға дейін жетеді екен. Егер майлы бауырға мән бермесеңіз, алдымен бауыр қабынады, яғни стеатогепатит болады. Кейіннен фиброз дамиды. Бұл жердегі фиброз бұл бауыр тінінің қатайып тыртықтануы. Соңында цирроз пайда болуы мүмкін. Цирроз деген ол бауыр қызметінің айқын бұзылыстары. Оның негізгі 4 симптомы бар. Бірінші симптом ол әлсіздік және теріс шаршау. Адам үнемі шаршап жүреді, жұмысқа зауқы болмайды. Келесі тері мен көздің сарғаюы. Бауыр билирубин шығара алмай, тері мен көздің ағы сарғаяды. Келесі симптом іштің үлкеюі, астит. Іш қуысында сұйықтық жиналып, іш кебеді, ауырлық сезіледі. Келесі симптом бұл қан кетуге бейімділік. Тістің қанауы, мұрыннан қан кету, көгерулердің пайда болуы. Бұл жерде ең аянышты көп адамдар дертті асқынғанда цирроз кезінде бірақ біліп жатады. Ал цирроз кеш сатысында ол қайтымсыз процесс, яғни артқа қайтар жол жоқ. Сол себепті дертті уақытына анықтау керек. Олай болмаған жағдайда кеш болуы мүмкін. Майлы бауырдың негізгі 4 симптом бар. Олар мыналар. Бірінші симптом ол оң жақ қабырға астындағы ауырлық, жайсыздық сезімі. Әдетте тамақтан кейін күшейеді және де керіп тұрғандай ауырсыну сезім болады. Келесі симптом ол тез шаршау және әлсіздік. Ұйқы қанса да энергия жоқ, жұмысқа зауқыңыз соқпайды. Келесі симптом іштің кебуі және жүрек айну. Ауызда ащы дәм, тамаққа тәбеттің төмендеуі болуы мүмкін. Келесі соңғы симптом ол салмақ қосу немесе арықтаудың қиындығы. Егер сізде майлы бауырға күдік болса, міндетті түрде өзіңіздің поликлиникадағы учаскелік терапевт дәрігеріңізге көрініп, аш қарынға қанның биохимиялық анализін тапсырып, іш қуысының ультрадыбыстық зерттеуін өтсеңіз болады. Қанның биохимиялық анализінде біз ILT деген көрсеткіштерге аса назар аударамыз. Олар жоғары болуы мүмкін. Ал ультрадыбыстық
зерттеуде майлы гепатозға сай көріністер байқалуы мүмкін. Майлы бауыр өте кең таралған, бірақ елемеуге болмайтын ауру. Мен сіздерге келесі видеода майлы бауырды үйде қалай тоқтатуға болатын 5 нақты қадамды толық айтып беремін. Жіберіп болмау үшін осы менің арнама жазылып, тіркеліп қойыңыз. Жалпы менің видеоларымды көрген 93% көрермен арнаға тіркелмей көрген екен. Сол себепті менің арнама тіркеліп кетсеңіз, сонда келесі видеоны жіберіп алмай көретін боласыздар. Мен бұл арнада көп кездесетін түрлі сырқаттарды сіздерге ана тілімізде қазақша қарапайым тілде түсіндіріп отырамын. Видеоны көріп болып, сұрақтар пайда болса, комментарий бөлімінде қоя кетіңіз. Мен жауап беретін боламын. Келесі видеода жолыққанша сау сәлеметте болыңыздар.